Бүгінгі ұстаз шәкірттерін дүниежүзілік білім мен ақпарат кеңістігіне шығуға, қазіргі жаһандану үрдісінде бәсекеге қабілетті ұрпақ етіп тәрбиелеуде. Қазіргі уақыт әлем халықтары тығыз араласып, шекарасыз әлем жағдайында өмір сүруге ұмтылыс жасап жатқан кезең. Қазақстан татулық пен достықтың, бірліктің киелі мекені. Түрі, тілі мен діні бөлек болғанымен, жүрегі Қазақстан туған жерім, отаным деп соғатын 130 ұлттан астам халық тұрып жатыр. Қазақстан орталық Азияда ұлтаралық татулықты сақтап, алауыздыққа жол бермеген жалғыз ел. Бүгінде этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім үлгісі әлем назарын аударып отыр. Осыдан 25 жыл бұрын Қазақстанда ұлт бірлігі мен татулығы әлемге үлгі болып келе жатқан Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды. Мұндағы басты мақсат түрлі этностардан құралған Қазақстан халқының ынтымағы мен береке бірлігін жарастыра отырып, оларды бір мақсат, бір мүдде жолында аянбай еңбек етуге жұмылдыру. Елімізді мекен еткен түрлі ұлт өкілдері бір шаңырақ астында бейбіт өмір сүріп жатқаны осы татулық пен бірліктің арқасы. Ұлтаралық татулықты нығайтуда, шәкірттеріме білім мен тәрбие беруде менің басты мақсатым мемлекеттік тілді меңгерте отырып, қоғамның рухани негізі болып табылатын ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген әлем азаматтарын тәрбиелеу. Қазақстан түрлі этнос өкілдерін болашақ ұрпақтар үшін тәуелсіздігімізді сақтап қалу мақсатында біріктіріп отыр. Осы мақсатта 2015 жылдан бері елбасы тапсырмасына сәйкес әзірленген 1000 бала республикалық мәдени ағартушылық жобасына оқушыларыммен бірге белсене қатысып келеміз. 1000 бала жобасы еліміздегі әртүрлі ұлт өкілдерінің балаларына қазақ тілін үйретіп, халқымыздың әдет-ғұрпы мен салт дәстүріне деген қызығушылығын оятуды басты меже ретінде ұстанады. Сонымен қатар, еліміздің тарихымен таныстырып, болашақта туып өскен отанын құрметтеуге баулуды мақсат тұтады. Жыл бойы 5 бағытта еліміздің түкпір-түкпірінде жұмыс жасайтын бұл бағдарламаның орны да ерекше. Жоба аясында жыл бойы ұйымдастырылатын іс-шараларға шәкірттерім белсене қатысуда. Әр жылы Нұр-Сұлтан қаласында өтетін 1000 бала мәдени ағартушылық жобасының республикалық қорытынды марапаттау рәсіміне қатысып келеміз. Бұл жоба татулық пен бірліктің, ынтымақтың алтын бастауы десек те болады. Елімізде ұлтаралық татулықтың салтанат құруы біздің мемлекеттің саяси мәдениетінің биік деңгейге көтерілгенінің дәлелі екенін білдіреді.